Томирис адам баласы үшін ең аяулы, ең қастерлі, қадірлі сөз қандай деп ойлайсың? Әрине, ана деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, Томирис. Әрине ана. Аяулы да ардақты аналар. Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезімен нұр құйып, тағы да 8 наурыз халықаралық әйелдер күн келді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әрдайым мейірім шуағын шашып жүре беріңіздер. Ана барлық өмірдің бастауы. Ол адамды өмірге әкеледі, оны тәрбиелейді, өсіреді. Адам бойындағы барлық асыл қасиет күннің нұрынан, ананың ақ сүтінен дариды. Ана ұлы адам, ана құдіретті жан. Осынау көркем мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатынын аналарға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сүнбек емес. Аналар өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр отбасының алтын діңгегі. Мынау тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің өзі тек аналармен ажарлы. Өмір бесігін тербетіп, адамзат баласына ұрпақ сыйлар. Ұлы құдірет иесінің есімі әрқашанда қастерлі, сөзі өсиет, тұғыры биік. Ана жанарынан нұр, жүрегінен мейірім төгілетін, қалауыңды қабағынан, көңіліңді көзіңнен танитын, ең жақын жанашырың. Ананың қадір қасиеті жоғары. Ол қыздар үшін орны бөлек. Өмірдің өткелдерінде сені қол созып күтіп, алатында қол бұлғап шығарып салатында аяулы анаң. Қанша есейіп кетсек те, анамыз үшін мәңгілік сәби қалпымызда қаламыз. Олар әрдайым біздің қасымызда, біздің барлық қателік кемшіліктерімізді кешіріп жақсы көреді. Олар біздің жеңістерімізге қуанып, жеңілістерімізді бірге қабылдайды. Я, анан ренжиді, налиды, бірақ жылы қабақ танытып, анашым, кешірші, жанылдым, жаздым деген бір ауыз сөзінде естісе, жүрегі жібіп, бар махаббатын сарп етеді. Сәби күнінде ауырған кезін есінде ме? Түн ұйқысын 4 бөліп, бар пейілін саған сыйлаған ананды бүгінде қаншалықты бағалайсың, құрметтейсің. Еркелікпен шалыс басып көңілін қалдырған тұсың болса, ананың кешірім сұра, көңілін тап. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден? Ешкім сіздей бола алмайды, анашым. Тәңір берген теңдесі жоқ дарасын. Жүрегімнен шыққан әрбір сөзінің өзің көріп, өзің берген бағасын. Сен асылсың, шауқарымсың, шақытым. Өзің мен бір, тек өзің мен бақытым. Ала берген ол қызынды қызықтап, тарқамасын еш уақытта бақыттың. Бәрімізде ана алдында борыштармыз. Сол борышынты өтеу бізге міндет.